Болашақ саяси қайраткер 1879 жылдың 7 қарашасында Херсон губерниясының Яновки ауылында жалгер отбасында дүниеге келген. Шынайы училищені бітіргеннен кейін 1896 жылы социал-демократиялық қозғалысқа қосылып кетеді. Бірнеше рет тұтқындалады. Сол себепті тағдыр тәлкегімен Лев Троцкий бірнеше рет шетелге кетуге мәжбүр болады. Кезекті жер ауғанында ол 1902 жылы Ленинмен танысады. 1905 жылғы революция оқиғаларына қатысқан үшін Троцкий тұтқындалып, өмірінің соңына дейін Сібірге жер аударылады. Бірақ ол жерден де қашып құтылып, туған жеріне 1917 жылдың мамырында ғана оралады. Лев Давидович Қазан төңкерісін ұйымдастырушылардың бірі. 1917 жылы сыртқы істер жөніндегі халық комиссары, ал бір жылдан кейін Брест-Литовскіде кеңес делегациясын басқарады. Троцкий австро-германдық қолбасшылықтың үзілді кесілді талабын қабылдаудан бас тартып, келіссөздерді болдырмайды. 1918 жылы Республикалық революциялық әскери кеңестің төрағасы және әскери істер комиссары болып тағайындалады. Троцкий қызыл әскердің негізін қалаушы, қызыл террордың практик теоретигі болғандықтан азық-түлік өнімдері мен еңбек әскерлерін бөлу саясатын жақтады. 1924 жылы Троцкий партияшілік билік үшін күреске қатысады. Бірақ Сталиннен жеңіліп қалады. Уақыт өте, оны барлық қызметінен босатып, партия қатарынан шығарады. 1928 жылы Лев Давидовичті тағда Алматыға, кейін Түркияға жер аударады. Оған қатысты қабылданған соңғы шара 1932 жылы азаматтығынан айырады.